Ау досым, неге жинадың бәрімізді? Сол барлықтарын жинап едім, бәрін телефонға кіріп кеттіңдер ғой. Сосын мен жаңа группаға жатқанмын, шықсаңдаршы, маңызды әңгіме етейін тұрсың. Авиарежимге қойыңдаршы, кәдімгі біреу звондап жатыр, үйден звондап жатыр деп кәдімгі шырқын бұзасыңдар отырсың. Жоқ, авиарежимге қоймай-ақ қояйық, кәдімгі әйеліміз звондау керек. Басталды ғой, әйелден қорқатындардың әңгімесі. Жоқ, неге қорқу? Сыйластықта ғой просто. Уважайте, значит, боится дейсің ғой. Басталды уже арамызда. Геройлар, телефондарыңды қойыңдар, егер қатындарынан қорқпайтын болсаңдар, өшіріңдер телефондарыңды ортаға қойыңдар, болды. Жоқ, өшірмей-ақ қояйықшы. Неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін ғой, енді бала ауырып қалуы мүмкін, звондаса енді қажет қой дейтін. Бар, кетші бар, баршы. Үйіңе баршы бар. Баланы қара, еміз соны бар ғой. Жақсы, былай жасайық. Азамат, сен өшірмей-ақ қой. Қалғанымыз өшірейік. Бірақ саған әйелің звондап жатса, громкиймен сөйлесесің, бола ма? О, давай. Видеоға түсіріп алайықшы. Жоқ, давай енді әділ болсын. Ешкім өшірмейді, кімге звондайды, громкиймен тыңдаймыз, давай? Ну, сомневается вообще. Не? Келісем, міне. Делайте ставки, господа. Мен сендерге конкретно айтайын, мен әйелім маған звондамайды. Мен саған конкретно айтайын, сенің әйелің ешқашан чехолға звондамайды телефонның, өзіне звондайды. Прикол ғой, прикол жігіттер, түсінбейсіңдер. Жасың болса 600 келді, әлі нефтеуін приколдар айтатын, не?